Қазір енді қырғыз бен қазақтың арасында әңгіме басылды ма, әлде ол басылмай ма? Биемен шапса да ұттық қой. Биемен шапты ғой балдар, биемен шапты. Екінші күннен кейін хайвай шығарды ғой. Айқай шу болды. Ойбай, біз за безопасность не отвечаем, 1 сағаттың ішінде коридор істейміз, аттарыңыз салыңыздар деп 4 команданы атын салып 1 сағаттың ішінде сопровождениемен бізді шығарып жіберді ғой. Біз әйтеуір қырғыздық айтысқа барсақ, барған сайын әйтеуір сендер көкпар қашасыңдар, ана бір оқиға болыпты дейді, қазақтар сендер Қордайдан жат жолдан қайтып кеттіңдер деген сияқты бір әңгімелер айтып жатады. Ал мен осы күнге дейін енді ұтып келе жатырмық қой. Ұтып келе жатырмық. Енді мен тағы да ұтамын деймін да. Осы әр көкпар болған сайын бүкіл қазақ тілді қазақ халқы осы қазақтың аудиториясы шулайды. Қырғызбен ойбай ойнай деп жатырмыз, намысты жібермейді. Ұруды да бастаған солар, соғуды да бастаған солар. Бәрін сол жерде біздің министр, қырғыздың министрі екеуі, аналар айтады, қазақтар кетіп қапты дейді. Содан біздің министрге айтады, қалай кетіп қапты? Ана кісі оны білмейді. Ана жәндегі адамдар ой қайтылмаған. Содан қайтадан қайтыңыздар дейді. Содан кейін айқай шу болып қайтадан барады, ойнайды. Сізге келіп 200 мың доллар әкеп тұр деген әңгіме сұмдық қой енді ол. Мен айтамын, 1 жылда өткен жоқ қой, нағып айлығын алып тастады. Айлықтан да алып тастады, құрамадан да алып тастады. Содан кейін мен айттым, онда мен керек жоқ екен ғой, не қыламын дедім да. Мен жазымда кетіп қалдым. Бір сборды 1 ай бойы осы ұлттық спортта жүрген жігіттердің бираздары ақша жинап, 1 ай сборды өзіміз ақшамызға өткіздік. Кейін естіп жатыр қой, мына былтырдың өзінде қанша дейді, 550 миллион ақша көкпарға жұмсапты, сборға, басқасына